Армысыздар, құрметті отандастар. Мынау суреттегі кім білесіздер ме? Иә, бұл қазақ хандарының атасы Жошы хан. Ал мынау оның кесенесі. Жошы ханның кесенесі қазақ даласының қақ жүрегі Ұлытауда жатыр. Оны баршаңыз білесіздер. Енді осы Жошы ханды қазақ десем, сенесіздер ме? Шыңғыс ханды қазақ десем, сенбейсіздер. Ал Кенесары ханды қазақ десемші, сенесіздер ме? Немесе Абылай ханды, Әбілмәмбет ханды, Тәуке хан, Жәңгір хан, Жәнібек хан, Есім хандарды қазақ десем, сенесіздер ме? Ешкімнің күмәні жоқ шығар. Тәуекел хан, Хақназар хан, Ахмет хан, Қасым хан, Бұрындық хан, Жәнібек хан, Керей хандар барлығы қазақтар, иә, ешкімнің күмәні жоқ. Қайыр ханды да қосып қояйық. Әбілқайыр ханды. Отырардың күйреуіне себеп болған Ғайыр ханмен шатастырмаңыздар. Ол отырардың күйреуіне себепші болған Ғайыр ханның шын аты Иналшық. Кейбір деректерде Иланшық деп жазады. Бұл осы отырардың күйреуіне себепші болған Иланшықтың, Иналшықтың. Басқа ешбір жерлерде бұл адам туралы ақпарат келтірілмеген. Тек осы отырар оқиғасына қатысты бассыздық жасап, өзінің жағы ашкөздігімен дейді. Бұны Әмір Темірдің немересі Ұлықбек жазып отыр. Өзінің бассыздығымен және ашкөздігімен Шыңғыс ханның ордасынан келген 500 мұсылманды аяусыз қырып, оның жағы байлықтарына, дүниелеріне қызығып, солайша сол саудагерлердің ішіндегі бір саудагермен сөзге келіп қалып, солайша Мұхаммед Хорезмшахқа хат жіберуден бұрын оларды өлтіріп, тәркілеп, солайша жағдайын не дейді? Мәселесін шешіп тастайды ғой, бір сөзбен айтқанда. Солайша кейін Мұхаммед Хорезмшахқа хат жолдайды. Осындай Шыңғыс ханның ордасынан осындай саудагерлер келді. Оны елге кіргізу де, елден шығарып жіберуді де дұрыс деп санамаймын деп хат жібереді Қайыр хан. Солайша Мұхаммед Хорезмшах та көп ойланып отырмай, Шыңғыс ханның мұсылман саудагерлерін өлтіруге рұқсат берді дейді. Сол жағы Әмір Темірдің немересі Ұлықбек өзінің кітабында Мұхаммед Хорезмшах туралы мынадай да деректер жазған. Сол отырардың күйреуіне Мұхаммед Хорезмшахтың жағы жарамас, дұрыс емес іс-әрекеттері деген тақырыпта Мұхаммед Хорезмшахтың мемлекеттік деңгейдегі шешімдерді мас күйінде, ішімдік ішкен халде мас күйінде қабылдап, ертесіне мастығы тарағаннан кейін сол қабылдаған шешімдеріне өкінген жағдайларында жазған. Міне көрдіңіздер ме? Мемлекеттік деңгейдегі мәселелерді ішкіліктің астында мас күйде қабылдау қандай жаман жағдайларға алып келетіні. Екі мемлекеттің соғысына және көптеген адамдардың өліміне алып келген. Соғыстың аты өшсін. Енді бұл соғыс деген өте жаман, сондай бір аты өшкір нәрсе ғой. Бірақ жер бар жерде өкінішке орай міндетті түрде қақтығыс, соғыс, жанжал сондай бола береді екен. Жердің дауы мен жесірдің дауы таусылмайды деген мүмкін осыдан қалған шығар. Енді сол жағы тарихта тек қана осы отырар қақтығысына байланысты ғана айтылатын Ғайыр ханды естеріңізде болсын. Оның шын аты Иналшық. Оны біз Әбілқайыр ханмен шатастырмауымыз керек. Оның руы туралы мынау еуроцентристік көзқараспен жазылған тарихта Кеңес одағы дәуірінде ол Ғайыр ханды Қыпшақ руынан шыққан, Қаңлы руынан шыққан, моңғолдарға қарсы ерлік көрсетіп соғысқан деп әбден мақтайды. Оны не үшін олай мақтап отыр? Себебі қазақтарды өзінің ата-бабаларына қарсы қою үшін. Ол шын мәнінде парсы тектес Иналшық деген адам ол. Ол Ғайыр хан деген оның әшейін лақап аты. Оны Мұхаммед Хорезмшах өзінің елінен алып келеді ғой. Өзінің елінен алып келіп, сол отырарға отырғызып қояды. Ол жердің әмірі негізі шын мәнінде түркі, сол жаңағы сол тұрғылықты жердің адамы болады негізі. Ол сол жаңағы Хорезмшах отырарды басып алмай тұрып. Ол Хорезмшах отырарды басып алғаннан кейін оның жаңағы әкімін қуып жіберіп, орнына өз елінен алып келген, Ираннан алып келген Иналшықты отырғызып қояды. Сөйтіп оған Ғайыр хан деген лақап беріп қояды. Сол себепті ол туралы басқа ешқандай кітаптарда мәлімет келген емес, ол адам туралы. Енді неге мен Иран елінен алып келген деп айтып отырмын? Бұны сол Әмір Темірдің немересі Ұлықбектің өзі жазып отыр. Шыңғыс хан Мұхаммед Хорезмшахқа жорық бастаған кезде Иран мемлекетіне жорық жасады деп жазған. Иран мемлекетіне деп қадап шегелеп айтып отыр. Иран мемлекетіне деп қайта-қайта айтады соны. Ал Рашид ад-Дин болса,
тәжіктер уәлаятына дейді. Көрдіңіздер ма? Бұл парсы тектес сол Иран жеріндегі ел болған. Енді жарайды. Ендеше әңгімемізді ары қарай жалғастырайық. Осы қазақ хандарының қазақ екеніне ешқайсыңыздың күмәніңіз жоқ. Бұлардың барлығы Шыңғыс ханның ұрпақтары, естеріңізден шықпасын. Ең үлкен баласы Бөртеден туған, ең үлкен баласы Шыңғыс ханның, ең үлкен баласы Жошы ханның тікелей ұрпақтары болып табылады. Сол себепті де біз Шыңғыс ханның өзінің де осы қазақ екенін ұмытпауымыз керек және айтуымыз керек. Ол дәуірлерде қазақ деген ұлт болмаған деген әңгімені біз айтпауымыз керек. Неге? Себебі ол дәуірлерде Қият деген ру болды. Ол дәуірлерде Керей, Найман, Жалайыр, Дулат, Қоңырат деген сияқты рулар болды. Олардың бәрі кейін қазақ деген ұлттың құрамына кірді. Солайша оларды біз сол жаңағы жоғарыда аталған ру тайпалардың барлығын қазақ деп айтуға толық құқығымыз бар екен. Оның үстіне Шыңғыс ханның туып өскен өлкесі осы Шығыс Қазақстан өңірі екенін алға тарта отырып, қазіргі Мұхтар су қоймасының астындағы Қарақорым қаласы сол Қарақорым өңірінде туып өскен, оның ата-бабалары да сол өңірлерде туып өскен, өмір сүрген. Солайша біз ол жаңағы Махмұд Қашқаридың жаңағы Дивани Лұғат ат-Түрк кітабынан білген мәліметтерге сәйкес, осы өңірлердегі адамдар сол дәуірлерде қадымша түркіше сөйлегені, қадымша түркіше дегені қазақтың жаңағы бұрынғы қазақша тіл ғой, былайша айтқанда. Қазақшаның сол дәуірлерде қазақтардың ата-бабалары сөйлеген тіл. Сол себепті осы факторлерді есепке ала отырып, біз Шыңғыс ханды өзіміздің ата-бабамыз деп тікелей айтуға құқығымыз бар. Ал енді бұл видео негізі Жошы хан туралы еді. Жошы ханды осы Әмір Темірдің немересі Ұлықбек өте бір керемет жазған. Мақтап, мадақтап, оның сол Жошы ханның сондай жауынгерлікте теңдесі жоқ екенін, Жошы ханның Шыңғыс ханның ең сүйікті баласы екенін жазған. Бұларды мен неге айтып отырмын? Бұларды мен сол Кеңес одағы дәуірінде Шыңғыс хан мен Жошы ханның ортасында келіспеушіліктер көп болған. Шыңғыс хан өзінің баласы Жошы ханды өзі өлтірткен деген сияқты өтірік әңгімелер болмауы үшін айтып отырмын. Бұл Жошы ханды ешкім өлтірмеген. Жошы ханды Алла тағала өзі өлтірген, ауру беріп өлтірген. Жошы хан өзінің ауруымен ауырып қайтыс болған. Бұл сол жаңағы Ұлықбек жазады өзінің кітабында. Жошы ханды дейді, Шыңғыс хан өз балаларының ішінде ең қатты жақсы көретін еді дейді Жошы ханды. Сол себепті де Шағатай мен Үгітай оған қысастық жасайтын еді дейді. Оған көре алмаушылық тұрғыда әртүрлі жаңағыдай тұзақтар ұйымдастыратын еді деген сияқты әңгімелерді жазған. Көрдіңіздер ме? Енді бұл әрбір тақ мұрагерлерінің арасында болатын жағдай, заңды жағдай. Міндетті түрде ол жаңағы сондай үлкен мемлекет тақ мұрагерлерінің арасында қандай да бір кикілжіңдердің болатыны сөзсіз. Бірақ Шыңғыс хан мен Жошы ханның ортасында ешқандай бір алауыздық, қарсыластық болған емес. Енді біз Жошы ханның ерлігі жайлы қысқаша айтып өтейік. Жошы ханның мықты ерлігі жайлы мынадай ақпараттар белгілі болып отыр. Бұл жайлы Әл-Язди да, сол жаңағы Ұлықбек те, Мұхаммед Хайдар Дулат та барлығы жазған. Біз мынау Рашид ад-Диннің Жамиғат Таварих кітабын қазақ тіліне аударған кезде осы Жошы хан мен Мұхаммед Хорезм шахтың соғысы жайлы Рашид ад-Дин былай деп жазған. Мұхаммед Хорезм шах Жент қаласына бірінші рет келген кезде меркіттердің патшасы Тоқтабегінің баласы қашып келеді ғой, соны қуып келген немесе Сүбетай, Сыпатай, немесе Жошы болуы мүмкін, екеуінен біреуі деп айтады. Нақтылап айтпайды, екеуінен біреуі болуы мүмкін еді, соларды қулап келе жатқан деп. Олар кейін жаңағы бір-бірімен соғысады ғой, Мұхаммед Хорезм шахпен соғысады. Жаңағы Рашид ад-Диннің сөзіне қарағанда ол
көбірек сол сүбедей болған деген сияқты түсінік қалыптасып қалуы мүмкін да. Ал одан кейін жаңағы Фазлуллах ибн Рузбиханның Зафарнама кітабынан да белгілі болғандай, Әмір Темірдің немересі Ұлықбектің төрт ұлыс тарих кітабынан белгілі болғандай, одан кейін Мұхаммед Хайдар Доғлаттың Тарихи Рашиди кітабынан белгілі болғанындай, ол сүбедей емес, ол өзіміздің қазақ хандарының атасы Жошы хан екені белгілі болды. Осы үшеуі де оны нақты Жошы хан деп жазған. Яғни оның тарихы былай болған еді. Мұхаммед Хорезмшах пен Иналшық, лақап аты Ғайыр хан, өздерінің бассыздығынан Шыңғыс ханның 500 мұсылман саудагерлерін аяусыз өлтіргеннен кейін, Шыңғыс хан күшіліктің мәселесін түбегейлі шешу үшін, Наймандардың патшасы Таян ханның баласы Күшлік ханның мәселесін түбегейлі шешу үшін Қашқарға Жебен-Оянды жібереді. Жебен-Оян оны ақыры қулап жүріп ұстап түбіне жетеді. Ал меркіттердің патшасы Тоқтабегінің баласы, Тоқтабек ол кезде уже қайтыс болып кеткен болады, Таян хан сияқты. Оның баласы әскерлерімен қашып кеткен болады. Оның арқасынан сансыз әскермен Жошы ханды жібереді дейді. Жошы хан оны қулап келе жатқан еді. Сол тұста Шыңғыс хан өзінің саудагерлерін өлтірілгенін естігеннен кейін Мұхаммед Хорезмшахқа хабарлама жолдайды. Ол кезде Мұхаммед Хорезмшах Бағдатта еді дейді. Шыңғыс хан хабар жіберген кезде Мұхаммед Хорезмшах Бағдатта еді. Шыңғыс хан оған хат жазып жібереді. Сен өзіңнің істеген нашар жауыз іс әрекетіңе жауап бересің деген мақсатта сондай сөздерді жазып жібереді. Мен сенің еліңе жорық бастап бара жатырмын. Мен барған кезде білмей қалыппын деп сондай сөздер айтып жүрме деп, солайша ескерту сөздерімен сен өзің қандай дән еккен болсаң, соның өнімін аласың. Өнім қандай болатынын біз білмейміз. Алла тағала, Құдай Тәңір тағала дейді. Тәңір тағала ғана біледі деп жазады. Оны енді өздеріңіз біліп отырсыздар, өзіңнің жасаған жауыздығың, еккен егісіңнің егінін енді көресің деп тұр ғой. Солайша Мұхаммед Хорезмшах ол хат жаңағы хабарды алғаннан кейін өзінің бір баласын сол Бағдатқа қалдырып, өзі Нишапурға келеді дейді. Нишапурда келіп бір ай бойы ойын сауыққа берілді дейді. Шыңғыс ханның келе жатқанының қаупінен сескенген жоқ дейді. Оны қатты елеген жоқ дейді. Енді мүмкін оңай жеңем деп ойласа керек енді бәлкім. Сол жаңағы Ұлықбектің жазуына қарағанда ол солай деп байқалады. Ол одан кейін Самарқандқа келеді. Ол сол Самарқандқа келгенше бірнеше жерлерде демалып, ойын сауық өткізіп келеді. Самарқандқа келген кезде сол Самарқандтың сол кездегі әмірі Сұлтан Омар еді деймін. Сұлтан Омар ма, Сұлтан Умар ма, егер есімнен шықпаса, Сұлтан Умар болу керек. Сол Самарқандтың әмірі еді. Ол жаңағы Хорезмшахтың күйеу баласы да болады. Себебі Мұхаммед Хорезмшах Гүрханның дәуірінде, Қарақытайлар Гүрханның дәуірінде сол Сұлтан Омарға өзінің қызын берген болады. Ол одан кейін Сұлтан Омар Хорезмшахқа қарсыластық іс-әрекеттер жасай бастады дейді. Одан Хорезмшахқа жағымсыз іс-әрекеттер жасап, кейін оны Мұхаммед Хорезмшах өлімге кесті дейді, өзінің күйеу баласын. Солайша оны өлтірді дейді. Сөйтіп ол сол жерде Мұхаммед Хорезмшах мешіт салдырды дейді, бірнеше жаңағы үлкен-үлкен ғимараттар салдырды. Сөйтіп сондай көңіл көтеру жұмыстарымен айналысты дейді. Ол кезде Жошы хан Тоқтабегінің баласын қуып келе жатыр еді дейді, жентке қарай. Мына қызылда белгіленіп тұрған ескі қалашық жент. Сол Жошы ханның меркіттерді қуып келе жатқанын естіген Хорезмшах Бұхара жолы арқылы жентке қарай жол тартты дейді. Одан кейін сол жол-жөнекей кетіп бара жатқан кезде Жошы ханның әскерлері көп екенін хабар алғаннан кейін, Жошы хан екенін білгеннен кейін, Мұхаммед Хорезмшах тезде Самарқандқа артқа қайтып келіп, Самарқандтан барлық әскерлерді, көп әскерлер, өте көп, сансыз әскермен, әскер санайтын адамдар санап санына жете алмайтын еді деп сипаттап жазғанда, сондай санақсыз әскермен Бұхара жолы арқылы, мүмкін Заравшан арқылы Үшқұдық, мына жерде Үшқұдық деген қала бар. Мүмкін осы Үшқұдық арқылы жүрген шығар. Мүмкін
мынау Төрткөл арқылы жүрген шығар, бірақ Бұхара жолымен жүрді деп жазады енді. Алла білет. Солайша сол жаңағы Жентке қарай келеді. Жентке келіп, екі дарияның ортасына жеткен кезде дейді. Сәйкестікті қарасаңыздар, мына жерде дариялардың атын қараңыз. Жаңа дария дейді, Қуан дария деген екі дария әлі күнге дейін осы Қызылорда маңында бар, әлі күнге дейін. Енді ол дәуірлерден 1000 жылға жақын аралық өтті ғой енді. Біз осы төңірек деп аламыз енді. Ескі қалашық Жентке жақындаған кезде, осы төңіректерде жетіп келген кезде Мұхаммед Хорезмшах жаңағы Жошы хан мен меркіттердің патшасы Тоқтабегінің баласының арасында соғыс болып өткен екен. Соғыс енді біткен екен. Тіпті сол жерде Жошы хан мен Тоқтабегінің баласы соғысқан ғой, әскерлері. Сол өлген адамдардың қандары өлген адамдардың аққан қандары әлі қатып үлгермеген деп сипаттайды кітапта. Солайша сол қырғындардың арасынан бір жарақаттанған әскерді тауып болған жайды сұрайды ғой одан. Ол әскер барлығын айтады. Сол Жошы хан үлкен әскермен келді. Сол меркіттердің әскерімен қазақтардың әскерінің арасында соғыс болды. Солайша Жошы хан жеңіске жетті, ол қайтып кетті деп айта салысымен Хорезмшах Жошы ханның әскерінің артынан қууға түседі. Солайша бір күннен кейін ертесіне Жошы ханға жетіп алады. Енді ол сол Қызылорданың маңайында деп алайық. Қызылорданың маңайында Жошы хан мен Хорезмшахтың әскері бетпе-бет келеді ғой. Қуып жетеді Жошы ханды. Солайша Мұхаммед Хорезмшах кітапта да баяндайды, өзінің әскерінің көптігіне мастанып, мақтанып, өзіне қатты сенімді болды дейді. Енді сансыз әскер ғой. Ираннан сонша сансыз әскермен келген Жошы ханның әскері ондай көп емес, қанша есе аз одан. Жошы ханды оңай жеңіп, түркілердің жерін әбден басып алам, жерімді кеңейтем деп келген болса керек. Себебі ол Гөрханның кезінде жорық жасаған кезде осы мына жердегі Сығанаққа дейін басып алған еді ол. Сығанаққа дейін түгел басып алып, осы жерлердің барлығын иемденіп отырған. Енді ол онымен шектеліп қоймай, одан да түркілердің жаңағы қазақтардың жерін одан да көбірек басып алып кеңейтсем деген ой болса керек. Себебі ол Бағдат жақта әбден күшке мініп, арабтардың көбін жеңіп, солайша біраз біліктілік арттырып келген еді. Енді содан сөздің қысқасы Хорезмшах Жошы ханға соғысқа сап түзуге шақырады ғой. Жошы хан айтады, біз Хорезмшахпен сендермен соғысуға Шыңғыс ханнан пәрменіміз жоқ дейді. Біз сендермен соғысуға келмегенбіз. Біз өзіміздің миссиямызды орындап, Тоқтабегінің баласын, бүлікшілерді тоқтатып, қайтып кетіп жатырмыз дейді. Мұхаммед Хорезмшах сап түзетеді әскерлеріне. Жошы ханның әскерлері түсінеді, қазір шабуыл жасайтын. Солайша Жошы хан да өзінің әскерлеріне сап түзетуді бұйырады. Не болса болсын, соғысамыз дейді. Енді бұл мен өзім сөздерімді қосып отырмын. Ондай кітапта ондай сөздер жоқ. Бұл менің сөздерім. Енді өзім сөзімді қоспауға әрекет жасайын. Барынша кітаптың сөзімен сөйлеуге әрекет жасайын. Солайша сап түзеткізеді. Сап түзеткізеді да Мұхаммед Хорезмшахтың әскерлері шабуылға жүгіреді ғой, шабуыл жасайды. Солайша күнде соғысып үйреніп қалған 100 жай әскерден бір батыр әскер артық демекші деп баяндайды кітапта. Бір батыр әскер артық демекші. Күнде соғысып үйреніп қалған бұл қазақтың шыңдалған әскерлері Мұхаммед Хорезмшахтың әскерінің маңдай әскер дейді, сол жаңағы алдыңғы шеп. Алдыңғы шебін шашып сондай соққы берген кезде Рашид ад-Дин өте керемет сипаттайды. Тау көшкіні сияқты ағып келе жатқан Жошының әскерлерін, енді ол Жошы деп жазбайды, Мұғыл әскерлері дейді. Мұғыл әскері деген сол жаңағы Жошының әскерлері ғой. Жошының әскерлерін ешкім тоқтата алмайтын еді дейді. Солайша бұл Жошының әскерлері сондай шебер болып кеткен ғой, соғысқан кезде бар ғой. Бұлар соғысқанда 2-3 атты қатар алып жүретін болған ғой. 2-3 қатар атты алып жүріп, өзінің атында да садақ жебелері тола, екінші атта да садақ жебелері тола. Бір аттан екінші атқа секіріп, егер де мысалы бір атта болған садақтармен жебелермен атып жебесі таусылатын болса, ол аттан секіріп, екінші атқа секіріп, жебелермен тоқтаусыз атып, алыстан жауды жақындатпай-ақ сондай садақты атқан кезде шеберлікпен дәл тигізетін сондай мергендер болған. Ал жақын соғысқа келген кезде шайқаста да енді керемет шайқасатын сондай батыр адамдар Мұхаммед Хорезмшахтың алдыңғы шебін шашып өтіп, Ғұрға жетіп келеді ғой. 'Ғұр' деген жаңағы патшаның отыратын әскерлер тобы, ортаңғы шепті.
сол Мұхаммед Хорезм шахтың шатырына келіп жетті дейді ғой Жошының әскерлері. Сондай тездікпен, сондай дауыл сияқты найзағайдай жаудырып келіп, Мұхаммед Хорезм шах тұтқынға түсетін жағдайға түсті дейді. Қоршап алады ғой. Бұл жерде Мұхаммед Хорезм шахтың перзенті Жалал-ад-Динді мақтауымыз керек. Жалал-ад-Динге молодец деуіміз керек. Жалал-ад-Дин өзінің әкесін тұтқыннан құтқарып қалады. Ол кітапта сөйтіп жазады солай. Жалал-ад-Дин моғолдардың тау көшкіні сияқты келе жатқан әскерлерін ерлікпен ұстап тұрды дейді. Өзінің әкесі қашып кеткенше, ол жерде Мұхаммед Хорезм шах жарақат алып қалады. Солайша жарақат алып қашады ол бейшара. Самарқандқа қарай қашады. Жалал-ад-Дин ерлікпен соғысады бейшара. Енді ана жерде әскері көп. Нағыз бабында ғой Жалал-ад-Динді. Ол Жалал-ад-Динді әбден мақтап жазады Рашид-ад-Дин. Енді қайтеді бейшара. Өзінің парсы ғой. Өзінің бабасы мақтаса да арзиды. Енді солайша біраз ұстап тұрады, бірақ дегенмен қашады бәрібір. Парсылардың әскерлері қашады. Ирандықтар қашады. Оларды ирандықтар деп осы кімнің өзі де жазып өткен. Әмір Темірдің немересі Ұлықбек те жазады. Шыңғысхан Иран еліне жорық жасады дейді. Иран деп бірнеше жерлерде жазған. Олардың Мұхаммед Хорезм шахтың елі Иран екеніне ешқандай шәк шүбәміз болмау керек. Ол күмәнсіз. Оған күмән келтірмей ақ қойыңыздар. Сол кітапты ашып оқи беріңіздер, көздеріңізді жеткізіп аласыздар. Ал Шыңғысханды есе түркі деп жазады. Ал сонымен Мұхаммед Хорезм шах қашты. Оның артынан жаңағы баласы да қашады. Жошы хан оларды қулап отырмайды. Жошы хан өзінің ордасына Шыңғысханға қарай қайтады. Кейін өздеріңіз білетіндей әкесі жаңағы Шыңғысхан, Жошы хан, Шағатай, Үгетай, Төле, кейін бұлар Бөртеден туған балалар. Одан кейін Күлән деген әйелінен туған Құлы хан да келеді, иә? Өздеріңіз білесіздер ғой, Отырар оқиғасын. Кейін Отырарға жаңағы Шағатай мен Үгетайды қалдырады. Жошыны ары қарай Сығанақты алуға, одан Жентті, Женттен ары қарай Баршынлық, Баршынкент, барлық осы мына жақтағы орталық Қазақстандағы осы жерлердің барлығын алуға жібереді Жошы ханды. Ол Жошы хан сол жерлердің барлығын бағындырып, кейін өзінің жағы Шыңғысханға келіп қосылады кейін. Жошы ханды ешкім өлтірмеген жайлы айтып өттім, иә? Айтып өткен болуым керек. Жошы ханды ешкім өлтірмеген. Шыңғысхан мен Жошы ханның арасында ешқандай қарсылық болмаған. Жошы хан өзі ауырып өзінің ажалымен қайтыс болған. Так. Осы жерден тоқтасақ та болады ғой деймін. Біраз мәселелер айтылмай, әлі айтатын мәселелер қалды. Дегенмен сау сәлемет болыңыздар. Кейін тағы да видеолар, тағы да айтатын тақырыптар болса шығара жатармыз.